Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Менің арнама қош келдіңдер. Әр сенбі күні дискотека болатын. 1 желтоқсан сол дискотека болатын сенбілердің бірі еді. Жанболат екеуміз Жаңылды бір уақытта биге шақырып қалдық. Жаңыл менімен билеуді шешті. Екеуміз аяқ қолымыз талғанша ұзақ биледік. Дискотекадан кейін оған деген махаббат сезімім болмаса да сөз айттым. Ол сөзін сол мезетте берді. Сол күннен бастап екеуміз жүре бастадық. Күннің күнге оған қатты ғашық бола бердім. Уақыт өте келе Жаңылды көрмесем тұра алмайтындай халге жеттім. Маған барлық тамаша болып көрінетін, бірақ ол үшін олай болмаған екен. Мен оны сүйетінім соншалық, өзімнің достарымнан, тіпті өзінің сыныптастарынан да қызғанатын едім. Өзімнен басқа жігіттермен билеуге, жалғыз тұрып сөйлесуге де тыйым салатынмын. Мен ол кезде бұның барлық оған қандай ауыр тиетінін түсінбеппін. Арада 5 ай өткен соң ол маған дос қызынан хат жазып жіберіпті. Ол хатта: айтжан, бәрін бітіріп дос болып қалайық, не мүлде араласпай-ақ қояйық. Өтініш, менен ештеңе сұрамашы деп жазылған болатын. Кейін мен одан мән-жайы сұрадым. Ол маған барлығын ренжіткендерімді, болмайтын заттарға бола ұрысқандарымды айтты. Мен кешірім сұрадым, бірақ кешір деген сөзбен ештеңе жайына келіп қалмайды ғой. Ақыры айырылысып кеттік. Міне одан бері 3 жыл уақыт өтті. Жаңылдан кейін бірде-бір қызбен жүрген жоқпын. Әлде оны сүйемін және онымен қайта бірге болу үшін қолымнан келген барлығын жасаймын. Тым қатты сүйіп қалыппын. Міне, құрметті оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.